алматыда бар ғой погода деген енді дерзкий болып тұр ғой кәдімгідей бүйтіп қызбен қол ұстасып жүріп жан будешь кофе деп қояды жүретін погода тұр күн шығып кәдімгідей прям смело гамаж кимей жүретін погода болып тұр ғой бірақ шымкенттің вообще болып жатқан шығар шымкенттің шортик футболкамен жүретін погода болып жатқан шығар иә неге осындай кезде адамдар жүрмейді бүгін понедельник екен ғой понятно в общем бүгін бір қызық күн болып деп тұр сол аривидерчи сау осы әйелдің мамасы не істеп отырсыз негізі обед бізде түскі тамақ сіздер тексеріліп жатыр едіңіз ғой жаңағы кішкене тексереміз арасында в общем мен емдеген врач тексеріліп келіп тұрыңыздар келмесеңіздер аккаунтын қалдырып кетемін сол біз осы жердеміз короче кішкене бір ауырып қалсақ болды сразу осы жерге келеміз ғой тұрсын аға қазір тамақ жеуге келіп отырсам телефоныма қарап қалсам телефонның өзі бір 20% болып тұр екен демек менің телефоным мені 20%-ке жақсы көретін болып тұр ма қалай өзі бір күз суығы жанымды тоңдырады шыныңды айтшы маған сезімің бар ма әлі қалай болды Айсұлу? Керемет. Өздеріңіз қалайсыздар? Бұл қалай болды деймін. Қалайсыз демейміз. Иә. Әзіл ғой, әзіл ма? Иә. Енді мысалы Алмат көзінен ұстатпайтын шығар. Мысалы құлағынан ұстатпайтын шығар. Ертең оны білетін боламыз. Қандай сыйлық келгенін көріп жатырмыз. Бұл сыйлық ұнады. Ұнады ма? Иә, Заринаға бұл сыйлық ұнады, бірақ мына сыйлық ұнамады дейді. Маған да. Қандай ғой? Шын кепті қойшы. Алдыңғы стористі түсінбей жатқандар болса, ертең мен інім туған күні 21 қаңтар. Еще 21 жасқа толу керек па едім. Сен айта салайыншы деген ғой. Осыны бұл да эмоция ғой. Білейім қой. Сезгесің ғой. Сол айтсаңыз болады ғой. Жоқ, нежданка осыны бұл да эмоция ғой. Аттан құламай, жерден құлаған қалай болады екен. Отырсыңыз жақсы екен. Қолым ауырып тұр жүрмейін болды. Онда отырайық осы жерде. Біз бүйтіп жақсы отырайық. Осы жерде қалай ғана. Как раз андай. Бүйтті. Шошқаның дауысы шыққанда шығып жатыр ма? Шошқа. Осындай еркелету, осындай дүние болады достар. Жандасың түрі такси ұстап кеткен ғой. Солай. Көңілгелеріңіз күшті бүгін. Стиль деген менен. Иә, стильдеріңіз күшті болып тұр. Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Болашақта балаларыңыз өзінен үлкен қызды алам деп жатса. Амайды. 10 жас үлкен, 12 жас. Амайды. Махаббат болса, араларында махаббат болса, мен ешнәрсеге мен балам өміріне 18 жастан кейін мен басымды тықпаймын. Көтінен бір тебем өзі. Папасы тығады.